Дәулет, қош келдіңіз. Дәулеттен дейін деп қалдым ғой қайттан. Негізі біздің отбасымызда да жалпы барлық танысым сізді дәулеттен деп үйреніп кеткен. Жаңа өзіміз осы подкастқа дайындалып отқан кезде дәулеттен деп қайта айтам. Дәулеттеннен дейтіндер бар ғой, дәулеттеннен деп. Мен айтам, ол не теннен болмайды. Болды бүгін. Иә, сол тен дегенді өзіңіз былай бір түсіндіріп айтып жіберсеңіз. Ой, осы тенді көреді анау кәріс, атасы кәріс, Кореядан келген оралман деп неше түрлі қояды маған. Бұл надан шықты ғой. Анау қаржылық сауат жайлы айтып жүрдім. Сосын көп адамдарына банкке барған кезде, өзім ұранымда бар ғой, банкке барсам бір нәрсе біліп бар деп. Сол банкке барған кезде, менеджердің алдына барған кезде көп нәрсені біліп баратын болды. Мынау былай ғой деп. Сонда да менеджерлердің өздері таңғала бастады да, мына адамдар қайдан біліп жатыр? Мынаның бәрін қайдан білесіз десе, дәулеттен білем, дәулеттен естідім, дәулеттен көрдім деп сөйтіп баратын болды. Одан кейін оны да мен жиі еститін болдым өз-өзім. Өйткені мына чаттарда жібереді, дәулеттен айтты ғой, дәулеттен көрсетті ғой, дәулеттен үйретті ғой деп. Сосын бір күні жүрдім де, ана Әуесбайдың қанаты деген бар ғой, қанаттан деген болатын ода логин. Соны қараймын да қанаттан лайк басып отырып, қанаттан дәулеттен жақсы мағына ғой дедім де. Өйткені екінші мағынасында қарасақ, мынау тілек айтқан кезде дәулеттене бер, дәулетті бол, дәулеттенейік дегенде бір тіркес бар, бұйрық жайлы етістік деп дәулеттен дейтін болсақ, жақсы мағына енді бай бол деген бір тілек сияқты естіледі екі мағынада. Сөйтіп дәулеттен болып кетті. Сондықтан бұл бірінші кезекте кімнен неден дейтіндей септік жалғауы, екінші кезекте етістік болып тұр ғой. Сондықтан кәріспен ешқандай шатасым жоқ. Қиыр шығыстан 30-шы жылдары келген жоқпын. Атам қазақ, бабам қазақ, бәріміз осы қазақтың жерінде тұрып жатырмыз. Енді сені көбі баспана туралы жазатын блогер деп айтып жатады ғой. Блогер деген қаншалықты орынды екенін білмеймін, бірақ көп адам блогер десе, мына Инстаграмдағы вайнерлер, әзіл түсіретін, скетч түсіретін адамдарды еске түсіреді ғой. Жалпы мына қазақ тілінде қазақша баспана туралы жазатын блогер енді бұрын бар болған шығар, бірақ ешкім білмейтін. Негізі бұндай идея қайдан шықты? Идея сол Дана Нұржігіттің идеясы. Қазір тележүргізуші, Қазақстан Республикасы Сенат депутаты, кейіннен соңғы 2 жылда. Сол кезде, 2018 жылы біз бастап жүрген кезде әңгімелесіп, қаржылық сауат жайлы мен көп таныстарыма, достарыма айтатынмын. Қасымда жүрген жандардың барлығы әйтеуір ақшасын жинақтап, есептеуді, санауды үйреніп, біреудің ақшасын емес, өз ақшасын санап үйреніп жүрді. Сөйтіп, соны көріп жүрген, естіп жүрген, біліп жүрген Дана Нұржігіт айтты да маған, Дәулет, сен мына біліміңді сыртқа шығару керек. Халыққа бұл керек. Бір уақыт келеді, халық тойдан шаршаған, жегенін, қыдырғаннан, шаршаған, салғаннан, оның барлығы қоғамға дұрыс негативті, дұрыс ой қалып тастамайды, керісінше негатив алып келеді, адамның ашуын алып келеді, біреудің үнемі жеп отқан тамағын сала берсен деп. Сен керісінше елге қаржылық сауатты айтып Инстаграмға шық деген кезде, менде басында бір қорқыныш болды, одан кейін жарайды, енді күнделікті өзім таныстарым айтып жүрген тақырыбым ғой, онда әлеуметтік желіге айтайын деп. Не болды? 25 мың өзімнің оқырманым болатын әу баста. Соны Дана Нұржігіт өзінің Инстаграмына шығарып, отметка дейді ғой, белгілеп дәулеттен деп. Одан кейін Досымжан Таңатаров қолдап оны, Алтынай Жорабаева бар. Одан кейін репост жасағандардың ішінде Ашамат Айда болды, Айгерім Қалаубаева да болды, өзім араласып жүрген өнер адамдарының ішінде. Содан енді көрініп тұрады, дәулеттен деген кезде сөйтіп маған бір ретте бірден бір аптаның ішінде 5-6 күннің ішінде 100 мың оқырман тіркелді. 100 мыңнан асып кетті. Сол кезде бір андай не болды ғой. Мынау кім? Сен кімсің? Өйткені шынымен де айтатын адам жоқ болды. Банкке барады, әйтеуір деп бір нәрсесін түсінесің, сайттан оқисың, бір нәрсені түсінбейсің. Сөйтеді, сен кімсің, қандай алаяқсың ба? Кейбіреулер шығады, неге 3 жыл, өйткені отбасы банк деді, бұрынғы жилстройды да айтасың ғой, енді 3 жыл жинау керек, олардың системасы солай. Оны елге сен түсіндіру үшін де айтасың, 3 жыл жинадың, 3 жылда кім бар, кім жоқ. Ертеңгі күні ол сенің компанияң жабылып қалса не болады? Мен айтамын, менің компаниям емес ол, мен сізге ақпарат беремін. Соны түсіндіру өте қиын болды. Өйткені не? Мынау бұрыннан бері мектепті үздік оқыдық, университетте белсенді болды, грантты оқыдық, қызыл диплом барлық жерде жақсы болып келеді қана, қоғамнан бір негатив тыңдау
бір түрлі болды. Өйткені иммунитетім жоқ болды да. Қоғам сен өтірікшісің немесе алаяқ, мошенник бір нәрсесін жаман болып бір күнімен келді. Хейтерлер пайда болды. Иә, хейтерлер шығады. Түсінбейді. Өйткені бүйтеді, тағы да бір пирамида пайда болды дейді. Біреулер хабарласады да, сонда мен тезірек үй алу үшін артымнан неше адам тіркеуім керек деп хабарласатын адам. Датабана пирамидаға нетіп қалған адамдар болатын да. Мен айтамын да, жоқ, ол ондай емес, ол 3 жыл дегеннен кейін барып түсіне бастады жайлап. Сол кезде де мен анау жаман бір хейтерлар негативті көрген кезде сөйтем де мен Данапай құрсыншы, мен өшіремін Инстаграм болды, осы жерін тоқтатам, маған керек емес, мен өмірімде бір адамдар бір түрлі адамдар екен деймін де, мен бір компания ашып қойып бір адам тіркеп отырған сияқты біреулер жазады сен контораң қайда деп неше түрлі не жазады. Ол бар, одан бөлек мынау ипотека дей берсең кейбір қатты дінді өте қатты берік ұстанатын адамдар бұл харам, сен тозақта жанып өртенетін адамсың деген кезде ананы көріп ё-майо бір жаман әсерде боласың шыны керек. Сосын Данапайдың айтқаны бар да, дәулет елім деген ер туатын болса, оны қабатын екі міндетті түрде қатар жүреді деген қазақтың несі бар. Ит үреді, керуен көшеді. Білімнің жемісі ол ешқашан бірден жемісін бермейді. Сен шыда, ертең күні сенің берген ақпаратыңмен білімді қазақтар көбейге бастаған кезде сенің еститінің күнде алғыс болады. Сен дұрыс жолда келе жатырсың. Мен адам танимын ғой деп сөйткен кезде бір күшті бір рухтанып қаласың да. Қой онда қайтадан кету керек, қайтадан білім бере берем деп. Міне Аллаға шүкір қазір дәл бүгінгі күнде 1.700.000 оқырман ғой. Кәдімгі команда жиналды, кәдімгі әлгі қызмет ететін өзінің балаларым бар, о елге қызмет ететін, баспанаға бағыттап мен 8.000 адамға жеке консультация беріп, кейін PhD докторантураға оқуға түскеннен кейін өзім саламды ары қарай экономиканы оқып жалғастырайын деп, енді ол жақта ғылыми мақала жазу керек, скопус бар, диссертация бар, оның барлық уақыт. Сөйтіп мен өзімнен бөлек шәкірт тәрбиелеп, олар қазір консультация беріп, олар марафондар өткізіп, мысалға елге ақпаратын береді өздерінің парақшаларында. О жақта да қазір Ұланда мысалға 240 нәрсе мың оқырман жиналды, Дүйсенде 150 мың оқырман жиналды, мысалы, бірақ ол жерде де ақпараттың барлығын тегін жазып қоямыз. Енді кейде болады, тегін сұрай береді, бір нәрсені 10 рет айналып жаза бермейсің ғой, 100 рет те мысалы. Ақыл сабақтар түсіресің де, тегін дүниені оқуыңыз келмей, міне ақыл жаққа барыңыз деп үгіттейміз. Ол кезде де басында қиын болды. Неге ол ақша, неге ол? Мен айтамын да, жарайды, онда банкке бара беріңіз. Банкке барыңыз да, өзіңіз барыңыз. Өзіңіз алыңыз дейсіз. Иә, өзіңіз алыңыз, пожалуйста. Ол жерде мәселе бір үй алу үшін бір ғана банк емес қой. Бірнеше банкке барады. Ол уақыт, сосын кейін адамдар түсінді өзі. Кейін менде былай болады, сіз банкке барсаңыз, жоқ, мен қазір бірінші сенен сабақ алам, болмаса сендерден консультация алам, сосын барып банкке барам дейтін болды. Сосын тағы да бір мына банктың менеджерлері де елдер сұрай бастайды ғой. Мысалға, кейбір адамдар бар, сіз менің сабағыма қатыстыңыз, болмаса посттарды оқып жүрсіз, көп нәрсе білесіз, ипотека, үй алу, нұрлы жер, мысалға, ОП деген нәрсенің барлығын білесіз де, ал жаңадан келген оқырман немесе жаңадан банкке келіп счет ашқан адам білмейді. Оның сұрағы да көп болады. Сөйтеді банктың менеджерлері сізде сұрақ жоқ, сіз уже бәрін біліп тұрсыз. Сізде сұрағыңыз көп. Сіз қосымша Дәулеттен деген Инстаграмда бар, осы бала, соған тіркеліп алыңызшы, соны оқып жүріңізші, сол жақтан алыңызшы деп. Банктың өзі жіберетін болды да, мысалға сондай нелерді. Ол әрине жақсы, ол жерде бір адамды бөліп тастау емес қой. Бұл біз түбінде біз түсіну керекпіз. Қазақ аудиториясына, қазаққа біз қызмет етіп отырғанымызды. Ол жарайды, ол түсіндіре алмаған нәрсесін мен түсіндіріп отырмын. Бұл жерде кейде болды, тіпті банк тарапынан да маған басында шабуыл болды. Сен не коммерциялық тайна құпияларды айтып жүрсің, сен елге соттату керек депті, сондай бір нәрселер шыққан болатын. Банктың тарапынан да бір неде сондай бір кездесу болып. Сол кезде мен айтамын да, мен ешқандай нем жоқ. Банкский тайна деген ол біреудің шкафына, біреудің деласына кіріп кетіп, сіздің аты жөніңізді шығарып, суретке түсіп, Инстаграмға жарияласа, міне ол құпия. А мына жерде бұл құпия емес. Сіздердің сайттарыңызда бар, ұлттық банктың сайтында бар ақпаратты қазақша бытықи-шытықи өте ауыр тілдегі дүниені мен не істедім? Қарапайым деңгей өзімнің мысалымда, Мырқымбай Бәтиманың мысалында мен түсіндірдім. Сонда адамдар түсіне бастады деп. Мен айтам, мен қазақ тіліне аударып жүрмін деймін де. Сол кезде бар олар түсіне бастады да, онда осы екен ғой, біз сені сыртынан дұрыс түсінбеппіз ғой депті. Кейін айтып жатты мысалы. Аллаға шүкір, енді жаңа білімнің жемісі дейді ғой. Бәрі әйтеуір әрекетке берекет деген ұранмен
ақша жинап жүрген адамдар өте көп. Басында сенің оқырмандарың енді сені дұрыс түсінбей жүрген шығар, бірақ қазір ойлап тұрсам, сенің оқырмандарың бір жақсы адамдар жинап алған сияқтысың да. Біз талай рет жаман адамдардың бәрі блокқа тұрсаң десең мақалалар жазғанбыз ғой. Бір тәулікте бір отбасы үшін 10 миллион, 15 миллион бір баспананың ақшасы, қайырымдылық былайша айтқанда. Кейбіреулер мүмкін сені блогер ретінде емес, бір қайырымдылық қор секілді көретін шығар. Бізде Дәулеттен деген қайырымдылық қор да бар, ресми түрде ашылған, министерствоның мынау әділет министрлігінің тіркеуден өткен, өйткені ол ақша жүрген жерде бәле көп жүреді. Сондықтан бәріміз прозрачно жасаймыз, біздің арнайы сайт та бар, кім көре алады, ақша қайда кетіп жатқаны, қанша қайырымдылық жасалғаны. Себебі мен аудиторияны мынаған үйреттім. Басында одан да негатив болды, ойбай қайырымдылықтың ақшасына өмір сүреді, там шай ішеді, бүйтеді, сөйтеді деген әңгімелер болады. Оның бәріне төзу керек те. Өйткені шынымен де бір жолдан бүйтіп тайғып өз-өзіңді басып алсаң, сені үстінен таптап кететін адамдар көп болады да. Мысалы, өз-өзіңді депрессияға жіберіп аласың да. Кейін уақыт өте келе сен өзіңді көрсетесің де. Өйткені халық сыншы, халық ақымақ емес, бәрін қарап отырады, бақылап отырады. Оның барлығын сен прозрачно жасап отырғаннан кейін уже артық әңгіме де жоқ та, мысалға. Ал енді сырттан келетін адам, өзі сырттан сөйлеген жақсы көреміз ғой, мысалға. Сөйтіп сырттан неше түрлі айта береді да. Ал енді соны өзім көріп жүрген оқырмандарды мен үйреткенім мынау да. Біз қандай табыс тапсақ та, қанша жерден супер-пупер болсақ та, барлық несібе Алла тағалады. Алланың қалауы болмаса, кешіріңіз, болмайсың. Жарамайды ол нәрсе, Алланың қалауы болмаса. Сондықтан да Алланың да разылығын жасау үшін де, Алла разылығы үшін садақа беріп үйрену керекпіз. Бұл деген сенің тауып отырған 100 мың теңгенің бәрін бөлісу емес қайырымдылыққа. Жоқ дегенде 100 мың теңгенің 40-тан 1 бөлігі. Зекеттің де түрі бар ғой, 40-тан 1 бөлігі. Болмаса, жұма күні жай ғана 100 теңге садақа беретін болсан, садақа сені мына өмірде де, ана өмірде де сауабың бол. Мына өмірде бәле жаладан қорғайды. Жаңағы біреудің сауабын аласың, біреудің алғысын аласың дегендей. Ал ана өмірге барған кезде, мысалға, таразыға, жаңа адамның сауаптар жазылған кезде, таразыға да сол сауаптар жазылады, мысалға деймде. Соны түсінген оқырмандар өздері біреуге көмектесейікші армиям деген кезде ақша аударады. Ол кезде де мен өзім үлгі болып, мен де өзім былайша айтқан кезде басында 10 мың, 20 мың, 50 мыңнан 100 мың теңге нетедім, кейіннен мен де өзім қомақты қаржылай көмектесетін болдым. Неге? Өйткені мен өзім түсіндім. Садақа көп беретін болсын, Құдай маған одан сайын көп беретінін. Ол көрінбейтін, жазылмайтын заң, көрінбейтін энергетика бар да. Мектеп кезінен бері, оқушы кезінен бері ұсақ-түйек садақамды беріп жүресің, 50 теңге, 100 теңге. Бірақ жолым болып кетеді көп жағдайда. Бір жерден. Сонда ойлаймын да, осы Құдайдың бір несі, өмірдің өзі бумеранг деп. Сіздерде мен кейбір сайттар бар, қонаққа шақырып алады да, осындай бәлездеп, артынан шығып отырады. Маған Тенгринюстың өзіме ұнайтыны, тың ақпараттар айтылады, сосын достоверный, сенімді ақпараттарды айтылады да. Сол кезде мынау пандемияға кезінде біз аппаратқа ақша жинадық қой. Сол кезде де сіздер мақала шығарғансыздар, рахметімді айтқым келеді. Өйткені біз жақсылықты айтып үйренуіміз керек. Жаманнан кішкене негативтен арылуымыз керек. Өйткені не? Негатив ол адамның бойына қорқыныш нетеді, жаңағы үреймен жүреді. Не керек ол нәрсе? Өзіміз азақпыз. Керісінше жақсы нәрсені көріп, жақсы нәрсемен бөлісу керекпіз. Сол айтайын дегенім, жаңа өмір бумеранг деп қалдым ғой. Сол бір оқырманым жазды. Мен дейді, ковид болып, больницаға түсіп, ауа жетпей бір күні көзімді ашып, жаңағы мынандай аппаратта концентратты мұрныма нетіп қойған екен, көзімді ашып, әлгі не аппарат деп бүйтіп алды артын қарасам, артында Дәулеттен қоры деген жазу тұрған кезде дейді, жүрегім зырқ ете қалды дейді. Бір кездері шілде айында мен осы қорға 500 теңге аударғанмын дейді, өмір бумеранг. Сонда деймін, міне біздің сол аппараттар Аллаға шүкір Айдың нұры қорымен бүкіл Қазақстанның бүкіл ауруханасында бар. Мына инфекциялық ковидтің несінде де, мысалы қарайтын болсақ, ол өмір бумеранг екенін біз түсіну керекпіз. Біреуге жақсылық жасаған нәрсе, ол міндетті түрде қайтады. Біздің есебіміз мысалға да, есептің болмаса, жаңағы достарымызбен есебіміз дұрыс болмай қалуы мүмкін. Бірақ Алла тағаланың есебі түзу. Алла тағаланың барлық нәрсені бүйтіп есеппен қойып тастағанда, сондықтан да қайырымдылық жасау оқырмандар үнемі айтамын. Жаса, не келеді, алдынан шығады деп. Мен тағы да бір оқиға болды. Мынау Тараздағы қордай
перевал дейді ғой, сол жерде бір авариялар жиі болады, жол апаты. Сонда ол апатты сіздер де жазғансыздар, осындай адамдар қайтыс болды деп мысалға. Сонда мына машина, екі машина соқтығысқан кезде мына жақта 4 адам отырады, мына жақта да 4 адам ба 5 адам жолаушы отырады. Сонда дейді, мына жолаушы екеуі соқтығысқанда 4 адам бірден өліп кеткен ғой. А мына жақта менің бір оқырманым садақа беріп, соңғы дейді, жұма күні деп тойға бара жатқан ғой, сенбі күні. Жұма күні мен садақа бергем, соны мен ойлайтын да бір маған түкте болмағаны сол бір садақаның несі ма деген сияқты адамның несі ғой, енді жаңағы ойы ғой, сенімі ғой. Сондықтан ол да бар ғой, енді ол да бар, садақа адамды бәле жаладан қорғайды. Сондықтан шамаңыз жетсе, Құдай алушылардың қатарынан емес, берушілердің қатарынан етсін. Сондықтан да бұл жердегі де бір қайырымдылықтың бөлісу. Ол арқылы проблеманы шешу, а түбінде біз түсіну керекпіз. Несібенің барлығы ол Алла тағаладан екен. Сондықтан жаңағында айттым ғой, жақсы дүниелерді бөлісіп жатасыздар, жеке рахмет. Кейде тіпті болады, мен де өзім бір нәрсеге сомнение ұстап қалған кезде де мынау жаңағы вакцинаға қатысты нелерді, сол кезде де мен сұрақ белгісін қоямын. Мынау қалай болып жатыр екен деген кезде де бірден Тенгринюстың журналистері ана алып, сол адамнан пікір алдық, бүйттік, сөйттік, оказывается, ол былай екен деп бірден сол адамның несін алып, жаңағы сұхбатын алып, елге не бересіздер де. Өйткені шынымен де халыққа біз дұрыс ақпарат беруіміз керек, халықты дүрліктірмеуіміз керек те, мысалға. Енді баспанаға оралсақ, енді сені көріп отқан адам баспанаға туралы бір кеңес, бір ақпарат біліп қалғысы келетін шығар. 3 бөлмелі үй көреді, елдің бәрі ақша елестейді дейді, дәулетті көрсем үй елестейді дейді. Мен айтам, күштен, кейбіреулер сізді түсімде көрдім, түсімде кіріп беріп жүрсіз. Мен айтам, кәне сіз Инстаграмнан шықпайсыз. Инстаграмда мені оқисыз. Түнде келемде мен сағат 10-11-де прямой эфир жүргізіп, ары қарай сіз ұйықтап кетсеңіз түсіңізде мен кірмегенде кім кірем деп әзілдеймін ғой. Сондықтан не солай, елдер үй елестейді, шүкір енді оған. Қазір биыл жақында сөйлестік қой сенімен. Негізі көп адам үй туралы, баспана туралы мақала жазатын болсам, алдымен жаңағы осы салада жүрген сарапшыларға, риэлторларға хабарласам, бірақ жауап алу қиын. Жауап беріп болмайды, немесе маған ұнайтындай жауап бермейді. Ондай кезде дәулеттің мазасын ала бергім келмейді. Каждый раз мен кейде ұялам, бүкіл семейға дәулеттен басқа адам жоқ па деген кезде де бір өзің бір атын шығара алмай жүрген адам сияқты болып қалам, шыны керек. Кейде басқаларға да айтам, мен шақыра бермеймін, басқа да адам бар шығар деп. Себебі көп адам түсінікті қылып айтып бере алмайды оны, немесе тіпті жауап бермей тастайды. Артықшылық сода ғой енді. Негізгі деп ойлаймын енді. Әйтпесе негізі жоқ нәрсені ойлап таппаймын ғой. Кейбіреулер айтады, бұны сіздің сабағыңызға қатысып елетсем, ойлайтын едім, бір ерекше нәрсе айтылады, бар нәрсе білмейді. Мен жоқ нәрсемен ойлап табайын қазір. Міне ертең отбасы банк сіздерге на адреске барсаң үй береді десем, не болады? Дәулет өтірікші болады, тағы шулайсыңдар ғой деймін. Бар нәрсені түсіндіреміз, артықшылық сода. Биыл баспана хит жабылды. Келесі жылы ең өзіңді айтқансың қолайлы деген 7-20-25-те жабылады. Жалпы бұл екі бағдарламаға қалай баға бересің? Пайдалы болды ма халыққа? Салыстырмалы түрде пайдалы болды. Өйткені мен қазір ғылыми жұмысымда, диссертациямда осы баспана нарығымен, баспана қолжетімді механизмді жетілдіру жолдарымен тікелей байланысты да. Сонда бұл мынау 58 мың баспана хитпен, жоқ дегенде бір 58-60 мың дейікші, 60 мың ел азаматы үй алғанның өзінде де ол өзінің экономикалық жағдайын жақсарта алды. Себебі сол адам 110 мың, 120 мың теңге төлейді баспана хитпен енді бір бөлмелі, екі бөлмелі үйге Алматы, Нұрсұлтанда. Ал енді сол Алматы, Нұрсұлтанда ол осы уақытқа дейін пәтерде жүретін болса, сол бір бөлмеліге 120-130 мың төлейді. Одан да өз үйіне төлегені жақсы ғой мысалға, иә. Сондықтан да бұл өте құрылыс нарығына серпін берген бағдарлама. Халыққа бастапқы жағына ол жерде не ғой? 20%. Яғни бұл бағдарламалар халыққа ақша жинауды үйрете алды. Яғни 20%-ын жинайсың, сенің үй алуға мүмкіндігің бар. Өйткені айтып отырмын ғой, 2018-де бұл бағдарламалар жоқ болды. 2018-де енді шыға бастады. 7-20-25-ке елбасы айтты, бірақ ол кездегі 7-20-25-те салынып біткен үй болу керек деді. Ал енді ол бағдарлама айтты, бірден үй салына салмайды ғой мәселе. Ол кезде бірінші жылы аты барды, заты жоқ бағдарлама болды. А қазір міне аты да бар, заты да бар бағдарлама. Өкіметтен 1 триллион ақша бөлінді. Қазір соның 600 миллиардына жуық ақша игерілді. Әлі 400 миллиард біткенше ол 7-20-25 жалғаса береді. Сондықтан енді оның бітетіні шамамен келесі жылы отырмыз. Өйткені
мына бағдарлама бітет дегеннен кейін өзі андаймыз ғой, біз сондай қазақпыз да, соңғы күн десе, соңғы орын десе, бәріміз ағыл тегіл жүре береміз. Кейде болады, менің сабақтарыма да логин парольді айтамыз ғой, 1 айға мен доступ беремін де. Бірақ білесіздер ме, ана мониторинг нені қараймыз бізде, қай адам қанша, соңғы 2 күн қалған кезде оқырмандардың 70-80% сабақ қарайды ғой. Сонда ананы до конца соңына дейін жүре беретін біз қазақпыз да негізше. Ал менің түсінігімде орыстар сияқты болу керек бізде ерте. Мына біз ауруханаға барсақ та бүкіл диагноз асқынып, өліп, температурамыз көтеріліп, соңында барамыз ауруханада мысалы. Өткенде мен барамды, бір неде отырмын, мен температурамен мысалға, біз сөйтіп барамыз да, бір күні ауруханаға бар, поликлиника ғой, барсам, бір орыс отыр, кезекте. Сонымен сіздің қай жеріңіз ауырады десем, у меня кашель дейді. Бүйтіп қараймын, ешқандай кашельдің дауысы жоқ. Сөйтсем, бір 5 минут сайын ба, 6 минут сайын ғана арасында ғана деп қана қояды екен, сол кашельді оған. Біз деген өзі жөтелгеннен, мен қызым да болсын, мынау күзде ауырып, тоқтамай жөтелген кезде ғана барамыз. Біз сондай қазақ. Біз соңына дейін жүреміз да. Ертерек қамдану. Үнемі бір мақалда айтам, алыстан ойламаған жақыннан уайым табады. Кішкене алыстан бір қадам ойланатын болсақ, деп жүреміз де мысалға. Бұны не үшін айтам? Бұны неге біз ойламаймыз деп айтып отырмын? Пандемия көрсетті. 42.500 теңге кезде елдер осы 42.500 артық қор жинай алмайтын, ертеңгі күнін ойламайтын қазақтар өте көп екен де мысалға. Пандемия анықтап берді ма соны? Анықтап берді. Пандемияға дейін біз не істедік? Той қуаладық қой. Бүгін ақша табамыз, 5 мың табамыз, 5 мыңға біз қыдырамыз, 5 мыңға біз кафеге барамыз да. Ал ертеңгі күніміз жоқ. Ертеңгі күнімізді ойлайтындай адамдар көбейе бастады. Пандемия халыққа білімге қарай ұмтылатын дүниелер жасай бастады. Пандемияда адамдар үйде тығылып қалды бір бөлмеде. Адам ашуланған кезде ғана бір нәрсе шығу керек ол адамнан. Жайдан жай адамға не болмайды. Ашуланған кезде ғана адамнан бір нәтиже шығады. Бір нәрсесі қайнау керек, қаны қайнау керек те былайша айтқанда. Сол кезде ғана нәтиже шығады. Менің де мына баспанаға бағыт болғанымда ашуландырған не нәрсе? Риэлторларға алдандым. Жетім бұрышты талай араладым. Осы Алматыда да орын үй таба алмадық. Далада қонған күндер болды. Пәтер иесі өзге ұлттар, солар келген кезде ойбай тығылып қалатынбыз. Мен өзім жеке шкафқа тығылатынмын. Бір-екі досым, біреу ваннаға тығылады, біреу балконға тығылатын. Бұрын аттармен айтатын, кейін олар қазір бәрі мықты жерде жұмыс істеп отыр. Директор болып отыр, соны айтады, Дәулет бізден өзіңді айтсаң да интервьюда айтпыш, біз қай жерге тығылғанын дейді. Соқсы. Бір бөлмеде легальный былайша айтқанда 2 адам тұрады. Негізі 5 адам тұрамыз. Ол өзі бүкіл қазақтың басымызда өткен нәрсе. Не барасын студентті алмайым дейді, жас отбасысын оны алмайым дейді, жас отбасыдан болып уже бала шаған көбейсе оны да алмайым дейді, болмаса жасың 40-қа келсе сені де алдым, сонда кімді аласың деп тұрып ашуланасың ғой міне. Сол кезде сен түсінесің де, қазақтар болды, жарайды, қоғам осындай, заман осындай, банктер осындай, бірақ өзіміз әрекет етейікші. Тірі адам тіршілігін етсінші. Міне мына жерде аңсаған ханымның футболкасы өткенде маған сыйлап, қазақ Дәулет сен айтып жүрген сөздердің бәрін Қазақстанның картасына салып бердім дейді. Мына жерде жина, баспанаға бағыт, мың алғыс, білім бізді біріктіреді. Міне бізге керек дүниенің барлығы осы мына Қазақстанның картасы жазып берген айтымды. Керек бізге ол нәрсе. Кейде бар ғой, мынау соңғы кезде үнемі айтатын болдым. Жақсы сөз айтыңдаршы деймін да. Жақсы сөз жарым ырысы деп бекер айтқан ғой, оны кейде психологтар аффирмация деп те айтады, бірақ бұрыннан бері бар да ол. Бүкіл психология біздің қазақтың ұғымында ол бар. Сонау ғасырдан бері келе жатқан, қазақ хандығы дейтін болсақ, сонау 15-ші ғасырдан бері бізде келе жатыр сол психология нәрсе. Жақсы сөз айт, жақсы сөз жарым ырысы. Жақсыдан үйрен дейді, жаманнан жирен дейді қазақ айтады. Болды. Ашу дұшпан, ашу дос, ақылына ақыл қос дейді. Соның барлығын қазақ мақал мәтелмен нетіп тастағанда, ал енді сол кездегі бізге жетпейтін нәрсе жақсы сөз айту. Бір-бірімізді қолдау. Қолынан келеді, мен саған сенем, алға қарай жүр десең, соның бір желеуімен көп нәрсе жігерлендіріп жүру керек. Бір күні оны неге айтып отырмын? Бір күні бір көп хаттар келеді. Бір әйел көп балалы ана хат жазды. 4 балам ба, 5 балам бар деп. Ұзын хат жазады да, соңғы жағын оқыдым, бүйтеді маған. Дәулет мырза, қалай ойлайсыз, бір сауда бастасам менің қолымнан келе ма дейді. Мен қайдан білемін, келе ма, келмей ме, құмалақ ашатын емес қой оны. Соны алдында,
сіздің қолыңыздан келеді, мен сізге сенем дедім, ана смайлик бар ғой, бүйткен үшеуін жібере салдым. Соны бір 4 айдан кейін ба, 5 айдан кейін маған хат жазады: Дәулет мырза, саламатсыз ба? Сіздің есіңізде бармын ба? Мен осындай жаңағы киім сататын балалар бутик ашып едім. Қазір менің айлық табысым 500 мыңға жетіп отыр. Сіз сол кезде маған қолынан келеді дегенсіз дейді. Міне қараңызшы, сондағы жігерлендіру ғой. Ал егерде мен ол әйелге, жоқ, қолынан келмейді, үйде отыра берсейші, нем бар десем, оның да бір бүйтіп жаңағындай жалындап тұрған адамды өшіре саламыз да. Сондықтан біреуге материалдық, біреуге ақшалай көмектестік демеймін, мына моральдық тегін тұр ғой, қолынан келеді. Жарайсың, тек қана алға қазақтар жасасын, қазақ байысын, қазақтың жігіттері алда үшін, қазақ қызы дамысын деп бір сөз жазасыз, қандай күшті деймін де. Соны оқып отырған адам да күшті эмоциямен жүре беріп жұмыс істей береміз ғой. Елдер айтады да, энергияны, Дәулет, сен қайдан аласың дейді. Энергияны алғыстан аласың, энергияны жақсы сөздерден аласың да. Мен де сол Инстаграмға келіп жақсы сөздерді оқып, бір оқырманым таңғы уақытта анау бір телефоным болса, зарядкадағы, сода бір оқырманым бар. Құдайдың құтты күні жақсы сөз жазады да. Құдайдың құтты күні қазір келеді, бүгінгі күн сәттілік, бүгінгі күн немен деп мысалға мынандай қазір хат жібереді, соған бар ғой. Кәдімгідей не болып қаласың ғой? Жігерленіп, риза болып, міне. Мынаны қарашы, бұған мен кейде қолым тиеді, кейде қолым тимейді. Күнде жібереді. Бұның тілегі, бұл оқырманның тілегі міне. Бейсенбі берекелі болсын, тілегіңіз орындалсын, сізге және сіздің отбасыңызға амандық деп таңғы 6:45-те, таңғы 7:46-да жібереді. Бүгін 9:54-те жіберді. Бүгінгі күні арайлап атқан ақ таң несібелі шығыстан шыққан алтын күн шуақты болсын. Сенбінің сергектігін, көңілдің даладай дархандығын сізге тіледім дейді. Мен әумин деп жүрмін. Кейде WhatsApp-қа өте көп хаттар келеді, кейде жауап бермеймін, кейде жауап беремін де. Бірақ осындай нәрсені оқып, танымаймын мен бұл оқырманды. Бірақ осындай нәрсені оқып бар ғой, шынымен күшті энергия аласың. Сондықтан жақсы сөз айта білуіміз керек. Осы соңғы кездері, осы әсіресе соңғы жылдары, мысалы мен өзім ортамда айтатын болсам, мысалы депозит, ақша жинау бір мәдениет қалыптасып жатқан сияқты. Мысалы бұрын, мысалы үйде де ондай ақша жина, анау ондай бізде әңгіме болмайтын. А қазір, мысалы салыстырмалы түрде, мысалы мен депозит аштым, менен кейін, мысалы менің сыныптастарым да, менің әпкем де, одан сестренкам да сондай депозит туралы сұрап, соған қызыға бастады. Сізде де сондай бір байқадыңыз ба, сондай бір? Ол көп, ол бір адамдарды айта берсең, нетеді, құлаққа сіне береді, әрекетке берекет, бос отырма, жұмыс істе, жина деп айта бергеннен кейін адамның құлағында не қалып қояды екен де, мысалға. Кейбіреулер тиын жинап жүреді, кейбіреулер ақша жинайды, кейбіреулер доллармен жинап жүреді, енді әркім өзінің шамасына қарайды. Өткенде Инстаграмда салып едің ғой бір. Копилка, банк, солай да. Сондағы бұл ақша жинау, қаржылық сауаттылық мәдениетінің қалыптастыру ғой, бұл жердегі негізгі мақсат. Ол жинаған адам ертең күні өзі былай үйді ала салады. Кейбір адамдар мені де сөгеді, ой, ең жақсысы үйді наличкаға алу ғой дейді. Мен келсем, әрине, наличкаға алыңыз, 20 миллион алыңыз, барыңыз, ойбай, банкке жолама. Кредит бәрі проценті жоғары дейміз, мысалы. Жолама банкке 20 миллион қал десем, есет 20 миллион қал десем, сен тұрасың, жындысың ба, 20 миллион қайдан аламын? Мысалы, дейсің ғой. Ал елге не істейсің? Жинауды үйрету керек. 20 миллион түгіл бар ғой, 200 мың теңге жинамайтын адамға қалай 20 миллион үйін ал деп айтасың? Әрине жақсы наличка алған, әрине жақсы өзін жер алды, үй салып ал деп, ол айту қоңғай. Бірақ іске келген кезде оған үйретесің. 50 мың теңге тауып отырсың ба? 5 мың теңге жинаудан үйрен. 100 мың табасың ба? 10 мың жина, 10%. 10% жинап отыру керек. Әйтпесе бар, оны үйренбеген адамға 50 мың теңгеден 5 мың теңге жинамаған адам, ертеңгі күні ол адам қолына миллион түссе де 100 мың теңгесін жинай алмайтын адам болады. Неге? Өйткені барлығы өзінің мына мидағы қаржылық тәртібінде ол адамда. Сондықтан да Аллаға шүкір, мен өзімнің оқырмандарым жаңа айтып қалдыңыз ғой, мәдениетті болмаса осылай деп барлығы жинауға кірісіп, әрекетке берекет деп тіршілік жасап жатыр. Мен де сенің бір оқырманың ретінде қазір ақша жинап жатырмын, бірақ өкінішке қарай депозитке емес, былтырлар бір налог болып қапты 1 теңге. 1 теңге үшін мені черный қара тізімге жіберіп тастаған, қазір депозит ашпайды маған. Сондықтан амал жоқ, ана қарапайым қазақтар сияқты үйде жинап банкіде ме? Мейлі жинау, бастысы жинала беру керек қой. Енді мен айтамын ғана, банк, көшедегі банк бола ма, үйдегі банкі бола ма, бастысы жинап үйрену керек. Өйткені ақшаны шақырады.
теңге тиыннан ынтымақ ұйымнан деп үнемі айтам. 1000 қадамдық жол 1 қадамнан басталады. Сол адамның 20 миллион тұратын үйіне алу үшін де 1000 теңге жинаудан басталады. Оны бір оқырмандарға мастер-класстарда да мен мотивация болсын деп былай айтатын едім. Егер де мен қазір кешкі уақытта Алматыдан Астанаға мен көлікпен жолға шығатын болсам, Алматы мен Астананың да арасы бәленбай 1000 километр. 1000 километр, 1000 шақырым делік. Мен Алматыда тұрып Астананы көрем бе? Көрмеймін. Бірақ ол үшін мен машинаның жарығын жағамда жүре берем. Алдымнан 10 метр, 20 метр ғана жарық қана шығады, жүре берем. Но ол жолда идеальный емес қой, жүріп келе жатқанда. Шұңқырға түсем мысалға, шоқалақ, кейде дөңгелек жарылуы мүмкін деген сияқты. Сол сияқты міне, сөйтіп әйтеуір жүре бергеннен кейін ертесінде болсын, әйтеуір мен Астанаға жетіп қала көріне бастайды. Сол сияқты міне, сіз қазір депозит аштыңыз, 20 миллионның үйі тұр, психологически сізге ойбай 20 миллион оған қалай жетем деп. Но оған да жүре беру керек қой. Жүрген жолда да қиындықтар болады, жаңағы шоқалақтары болады, баллон жарылады, ауырасыз. Мысалға деймін, кейде ерік жігеріңіз жоқ болып кетеді, энергияңыз таусылады. Кейде былай тартсам, былай жетпей жатады да, мысалға. Бірақ жүре беру керек, соған қарай талпына берсеңіз, сіз де бір күні 20 миллионның үйіне жетесіз. Бастысы адамның бойында сенімділік болу керек. Бастысы адамның бойына нақты бір мақсат қойса, ол міндетті түрде жетеді. Сондықтан да қазіргі мен байқағаным отбасымен жинап жатыр ғой. Анасы, әкесі, әрекетке берекет деп қойып ұрандатып, мен де үнемі айтам, осы менің посттарымды оқып, менің сабағыма қатысқан бірде-бір оқырманды әлі көрмедім. Дәулет, сенің сабағынан қатысқаннан кейін менің өмірім өзгеріп кетті. Жаман жаққа. Мен сенің сабағынан кейін мен алқаш болып кеттім, мен сенің сабағынан кейін шегіп кеттім, мен сенің сабағынан кейін ажырасып кеттім, болмаса сенің сабағынан кейін күйеуім мені тепкілеп ұрып тастады деген бір адамды көрмеппін. Керісінше менің мынау сабақтарым, сұхбаттарым, болмаса посттарымнан кейін тірі адам тіршілігін жасап, алдыға қарай ұмтылып жатыр, бірлесіп жинау керек. Ол мынау ақша деген болмайды, менің ақшам, сенің ақшам деген болмайды. Бір отбасыма, яғни бір отбасылық бюджет бірге жиналу керек. Сол кезде ғана адам мақсатына жетеді. Әйтпесе әйелінің мақсаты былай болса, күйеуінің мақсаты былай болып, екеуі бүйтіп екі жаққа кететін болса не болады? Болмайды, бірікпейді. Ал екеуі екі жақта тұрған екі ойда ақылдасып, кеңесіп, бір бағытқа ұстайтын болса, мақсатқа міндетті түрде жетеді. Көбінесе сұрайтын жас жұбайларға не бағдарлама дейді. Өкінішке қарай жас жұбайларға, жас отбасыларға мемлекеттік деңгейдегі бағдарлама жоқ. Бірақ мен айтам, сендердің энергияларың бар. Энергияны дұрыс пайдалансаңдар, энергия ақша келеді. Ақша келеді. Сенікі, менікі деп отыратын неміз, қолдау керек те, мысалға. Әйтпесе көбі 5 сағаттық тойға 5 жыл төлейтін кредит алудың мүлдем қажет жоқ. Әркім өзінің көрпесіне қарай көсілу керек. Шамаң жете ме? Стадионда жаса, 30 мың адам Астана аренада бар, 30 мың адамға жыртылып той жасай берді, бірақ той жасап болғаннан кейін жылама сен, кредитің бар деп. Ал адам мына миллион қолында болса да, 100 мың болса да, осыған шақтап ең керекті адамдарды ғана тойға шақыру керек те. Қазір оған пандемия көмектескен сияқты ғой, қазір көп тойдан бас тартып жатыр адамдар. Иә. Маған бір қызығы, жеке өзіме қызық сұрақ қойыншы. Дәл қазір мысалы баспана кет жабылды дедік, келесі жылы 7-20-25 жабылады. Бізге көріп отқан мүмкін көрермендерімізге де пайдалы болып қалар. Дәл қазір нақты қандай бағдарлама бар? Қазір бізде сол 7-20-25-ті айттық, үйдің кезегінде тұрған азаматтарға шаңырақ бағдарламасы жұмыс істеп тұр, нұрлы жер. Бірақ үйдің кезегінде кезеген адам тұра бермейді. Енді өзінің категориялары бар. Сол жерде үйдің кезегінде тұрғандарға бір жақсы 10%-тік бастапқы жарна. Ал кезекке сіз категорияда жоқсыз ба, жаңа жас отбасы, сіз болмаса ешқандай мемлекеттік қызметте жұмыс істемейсіз, бюджетник емессіз, онда отбасы банкте тек 50%-ні жинау керек. А қалған банктерде мына 7-20-25-те 20%, цифрлы ипотекада 20% жинау керек. Бірақ мына нәрсені ескеру керек, күні кеше ғана базалық мөлшерлеме тағы да өсті бізде, 9-да 75 болды. Базалық мөлшерлеме өсті ме, кредит ипотеканың да проценті өсет деген сөз. Тек қана мемлекеттік бағдарламаның ғана деңгейі қалады, сол проценттік деңгейде мысалы 7-20-20 сол не өсті де 7 болып әзірге қалады.
мысалға базалық деңгейге тәуелді емес, сол нұрлы жер шаңырақ бағдарламалары ол 5%-бен қалады. Сондықтан да енді талпыну керек қой, бәрібір де жинау жүйесіне көшу керек. Одан кейін енді банктың өзіндік стандартный бағдарламалары бар. Бірақ олардың барлығы проценттер 15-16-тан асып кетеді. Орда ипотекасы болды 12%-пен. Оның да мемлекеттен көмектесетін қаржыландыратын Қазақстан ипотекалық компаниясы бар, КИК деп айттық, кейін атауы өзгерген оның. Сол бағдарлама аясында жүзеге асқан, ол да тоқтады мысалға. Сондықтан да тек қана қазіргі таңда алдағы уақытта мемлекеттік деңгейде көбінесе үйдің кезегінде тұрған категорияларды ғана қамтамасыз, үймен қамтамасыз ету бірінші күн тәртібінде тұрған нәрсе. Ал енді қалған адамдар, дені сау адамдар, ешқандай неге жатпайтын адам, кәсіпкер адамдар енді отбасы банктен 50%-ға жинайды. Мен биыл тәжірибем болған, алғаш рет мемлекеттік бағдарлама бойынша Алматы жастарына заявка жібергем. Бәрі жақсы шығып тұр, еңбек өтілім де жақсы, отбасым бар, ұпайы былай жақсы жетіп тұр, бірақ мен бір нәрсені ескермеппін. Бұрын әйелінің атында үй болыпты. Сол үшін кемінде 5 жылда. Кемінде 5 жыл отбасы мүшесінің атында үй болмауы керек деген. Сол үшін алмай қалдым. Сонда маған дәл қазір ең ұтымдысы жас отбасы ретінде отбасы банктен 50% жинау. Иә. Немесе ана басқа әйел ала тұрып десең, бірақ бар ғой, шыны керек, неше түрлі адамнан айлы аспаған ғой, шыны керек, бірімен бірі ажырасып, бірімен бірі бүйтіп атады ғой адамдар. Мен осыны айтам ғой, таныстарыма, достарыма, әйелінің атында үй болыпты бұрын десем, ажырасып кет, сосын үй алып ал, қосыла саласыңдар деп. Бірақ енді мен үйтіп те адамдарды нетуге болмайды. Ондай да пікірде жүреді, бірақ мен айтам да, мынау неке деген нәрсе ол Алланың жаңағы қалауымен қиылған ақ некені сондай бір болмайтын бір өмірлік бір материалдық құндылықтарға, қайдағы бір көк ақшаға нетуге болмайды. Ол Алланың ақ некесі. Сондықтан бас екеу болмай, мал төртеу болмайды дейді, қазақ айтады. Сондықтан оған бола тұра адамгершіліктен аттап, мысалы өтірік әрекеттер жасауға болмайды. Сондықтан жаңағындай ғой, өзі барлық нәрсе өзінің уақытымен, несібесімен келеді. Құдай береді ол. Сосын мен ойымша ол бір бұйрықпен келетін нәрсе сияқты көрінеді. Мысалы менде былтыр Алматы жастарына қатыстым. 1 наурызда ғой деймін. Осы наурыздың бір күнінде басталды заявление беру. Мен сол ең алғашқы күні жұртпен қабаттасып барлық документті салдым. Сөйтіп өзімше мәз болып жүрмін. Бір кезде сәуірге қарай результат шықты ғой. Сөйтсем мен бір документті салмай қалыппын. Негізі ол келесі күні пайда болған ғой ол функция. Ал мен алдында 1 күні елмен жұртпен қабаттасып. Сөйтіп оған өте алмай қалғаннан кейін уже менде мотивация 0 болып кетті. Оның алдында мен кәдімгідей жилстройдан счет ашып, сол жерде ақша жинап жүргем. И сол жағдайдан кейін вообще мотивация 0. Бассыз кетпесем болды десең. Ол енді бұл қарасақ енді андай ғой, өзін тексермеген нәрсе ғой, енді өзін жүре береді, деген сияқты ғой. Бірақ бәрібір де анандай ғой, енді позитив жағынан қарау керек. Бұл бұйырмады ма, Құдай маған одан да жақсысын дайындап қойды. Мен өзім сөйтіп жүрем. Әйтпесе менде де болды. Мен Қазақ ұлттық университетінде оқытушы болдым. Ол кезде Нұрлы жер деген программа Нұрлы жол болды. Сөйтті де мынау Алматы арена жақтан үй берілген кезде мен списокты алдыда тұрып, ойбай кілт беріледі деген кезде мен барсам, соның екінші этапта сенің пропискаң 2 жыл емес дейді маған. Кілтті беретін мен менеджерден сұрадым. 2 менеджер отырған. Бір менеджерден сұрадым, айтты: "Сен заявка бере бер, саған кілт беріледі. Өйткені сен кілтті алатын кезде ол кезде пропискаң 2 жыл болады" деді. Деп мен мәз болып бүкіл жаңағындай ғой, астрой ана мынау үйді алам деп сөйтіп жүргем. Ең екінші этапқа келіп басқа менеджерге барсам, ол айтады: "Сен заявка беретін кезде 2 жыл болу керек" дейді. Мәселе менде ол 2 жыл болған жоқ. Өйткені заявка бересің, список бүткенше үйдің кілті дайын болғанша уақыт өтеді 2-3 ай. Сол кезде мен өтіп тұрғаным ғой. Мен айттым: "Сендер неге ақпарат дұрыс бермейсіңдер" деп бір қырылған. Алматыдан хайвей, сосын болды. Алматыдан үй алмаспын деп кеткенмін. Сөйтіп Нұрсұлтанға көштім. Нұрсұлтанда да бір 2018-де бір сондай бір не болды. Ана свой дом деген бағдарламада ол кезде бұрын неде өз үйімде 20% болатын бастапқы жарна. Сол кезде де мынау счеттарды қосқан кезде
қысқасы дұрыс қосылмады ма, балл есептелмеді ме, в общем тағы да конкурстан өтпей қалам да. То есть ол менің кесірімнен емес, менеджердің кесірінен. Ал одан кейін тағы хайвай, содан кейін мен за болып бірінші үйімде мен наличка қалған адам негізінде. Бүкіл банктен ақшам бәрін, ол кезде счет сату деген бар, әлі де счетын сатып жіберіп, ақшам бәрін алып, короче, қош жоламайтын банк болсын деп отбасы банк. Бірақ екінші үйді алатын кезде мен үйлене сала әйеліме счет ашып қойғам. 2015-те үйлендік, 2015-те аштым, қызым дүниеге келді, 2016-та аштым, потом ұлыма да аштым. Сонда екінші үйді, то есть именно отбасы банкпен алған екінші үйімді әйелім счетымен алдық та, пайдасы тиді. Өйткені уже көп нәрсені мен түсіндім. Қалай жинау керек, қалай опы, вознаграждение 50% жинағанда. Содан кейін, не дәлгі, көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешем боласың деп, көп нәрсені көріп, сендер айтпаған нәрсені мен айта бастаймын. Сендер түсіндіре алмаған нәрсені аңқылдап отырып, аңқып болып отырған нәрсені мен түсіндірем деп едім. Сөйтіп кетті ғой, 2018-дің күз айынан бастап, 3 жылдан асты. Сөйтіп бүгін бізде сол үшін қонақта отырмын десем. Дәулет, әңгіменің соңында бір оқырмандарымызға жігерлендіріп, оқырмандарымызды баспана алуға бір ынталандыру үшін бір өзіңнің жігер сөздеріңмен аяқтайық. Енді тірі адам тіршілігін жасайды ғой. Барлық несібе әрине Алладан, ал ниет, амал деген ол адамнан болатын нәрсе. Жақсы нәрсені көре білу керекпіз, жақсы нәрсеге ұмтыла білу керекпіз. Адамның бойында бірінші кезекте нақты мақсат болу керек. Сол мақсатқа сай адам әрекет ету керек. Сол мақсатқа сай Құдайдан сұрайтын болсақ, ол міндетті түрде берілетін нәрсе. Сондықтан біреудің ақшасын санағаннан гөрі өзіміздің ақшамызды көбірек санауымыз керек. Өзіміздің ақшамызды қалай көбейтеміз деп қарау керек. Бір ғана жұмыс істеп отыруға болмайды. Қазір онлайн пандемиядан кейін онлайнда көптеген табыс табуға мүмкіндіктер өте көп. Бастысы саудаңыз адал болатын болса, істеп жүрген дүниеңіз адал болса, Алланың да сізге үйіп төгіп беретін несібесі молынан болады. Адалдықтың арқаны ұзын болады дейді. Сондықтан осы адалдықтың жолында ұзағынан жүретін адамдар көп болса, біздің айналамыз, қоғамымыз жақсы жаққа сөйлетін болады. Сондықтан үй деген нәрсені үлкен проблема қылдырып алуға болмайды. Керісінше, өзімізге инвестиция салатын болсақ, өзімізді дамытатын болсақ, жақсы маман болуға талпынатын болсақ, айлығымыз да барлығы жақсы болып, жақсы адамдар көбейсе, ол үй уақытында келеді. Уақытымен келетін нәрсе.